Жылқы етінен қуырдақ істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Етімізді аламыз. Бауыр, пияз, құйрық май и картошканы осылай төрт бұрыштап турап аламыз. Құйрығымызды алып, қызып тұрған майға құйрық майымызды қызарғанша қуырып алатын боламыз. Бөлек ыдысқа. Құйрық етімізді салып, қуырып араластырып тұрамыз. Тұзымызды саламыз. Сіңу керек етке. Араластыратын боламыз. Одан кейін пиязымызды салатын боламыз. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Ашып, араластырып алып, турап қойған картошкамызды салатын боламыз. Араластырып, бетін жауып, пісті-ау деген кезде бауырымызды салатын боламыз. Бетін жауып қойып 10 минутқа. Бауыр 10 минутта пісіп қалады. Тағы бір араластырып қойып, парақшам пайдалы, тіркеліп алыңыздар. Ас болсын. Осындай видеоларды салып тұрам.